Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз білім алушылардың жеке құқықтары мен міндеттері орындаған әлеуметтік педагог. Бүгінгі біздің сабағымызда біздің еліміздің негізгі құжаттары мен және жасөспірім балалардың құқықтары мен және міндеттерімен танысатын боламыз. Бірде адамдар жер шарының барлық бұрышынан бір жерге жиналуды ұйғарыпты. Біреулері шығыстан, біреулері солтүстіктен келген, сонымен қатар бай елдерден және де кедей елдерден келіпті. Олардың ішінде ер азаматтармен қатар әйелдер де болыпты. Олардың бір-бірінен айырмашылығы ұлтында, нәсілінде және де әр түрлі тілде сөйлеуімен ерекшеленіпті. Барлығының біріктіретін бір ғана тілек ешқашан соғыстың болмауы, ешкімде қорқыныш пен үрейдің болмауы, ешқашан адамдардың жазықсыз кінәламау. Сондықтан да жер бетіндегі әр адамның, оның ішінде балалардың да құқықтары тізімде көрсетілді. Осы құқықты білу, құрметтеу және де оларды барлығында біріктіріп жазатын бір заң құжатын жазды. Адам баласы мемлекеттің азаматы, яғни бұл мемлекеттің қарамағында болуы тиіс. Сендердің де әр қайсыларың осы мемлекеттің азаматысыңдар. Ол дегеніміз әр қайсымыздың құқықтарымыз бен міндеттеріміз бар екенін білдіреді. Ол туралы Конституцияда жазылған. Яғни біздің бұл Конституциямыз. Конституция дегеніміз бұл Қазақстан Республикасында тұратын барлық азаматтардың құқықтары мен міндеттері. Осы заңға бағынатын, оны орындайтын адамдар бұлар біздер, яғни азаматтар болып есептелінеді. Ендеше балаларға арналған олардың құқықтары мен міндеттерін анықтайтын арнайы құжаттар да бар. Оның аты конвенция деп аталынады. Конвенция арнайы бір мәселе жөніндегі мемлекеттердің өзара келісімі. Бұл конвенция Біріккен ұлттар ұйымына қатысатын бірнеше елдің өкілдері бірлесе отырып осындай халықаралық шарт қабылдануы. Бұл конвенция 1989 жылы 20 қарашада қабылданды. Әрине, біздің Қазақстан Республикасында балалар құқықтары туралы заң да бар. Бұл заң 2002 жылы 8 тамызда тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен осындай заң қабылданды. Ең бастысы, әр азаматтың негізгі құқығы ол өмір сүру құқығы. Азаматтың міндеті заң талаптарын бұзбау, екінші жағына өзінен жүктелген міндеттерді орындау. Өйткені заң дегеніміз өмірдің нәрі. Заңның мықтылығы атында емес, адалдығында және әділдігінде. Ал енді келесі заңдарға тоқтала кетсек. 23 бап. Бала тәрбиелеп отырған отбасыларына мемлекеттік қолдау. Мемлекет бала тәрбиелеп отырған отбасыларына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен әлеуметтік көмек көрсетуге қолдау көрсетеді. Яғни бұның ішіне жататын балдар, жетім бала, ата-анасының екеуінің де немесе жалғыз басты анасы, ата-анасы қайтыс болған бала, мүгедек бала, тіршілік тынысының шектеулігіне, денсаулығының бұзылған және де 18 жасқа толмаған адам. Қамқоршылық 14 жастан 18 жасқа дейінгі балалардың құқығы мен мүддесін қорғаудың құқықтық нысаны және де патронат, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы уәкілеттік мемлекеттік органдармен баланы тәрбиелеуге алуға тілек білдірген адам. Ата-анасының баланы тәрбиелеу, күтіп бағу және асырау жөніндегі міндеттері. Ата-анасы немесе басқа да заңды өкілдері өздерінің қабілеті мен қаржы мүмкіндіктері шегінде баланың жан-жақты дамуы үшін қажетті жағдай жасауға міндетті. Ата-анасы баланы тәрбиелеуге, оны күтіп бағуды жүзеге асыруға, материалдық жағынан қолдап, оны әл-ауқатына қамқорлық жасауға, тұрғын үймен қамтамасыз етуге міндетті. 37 бап. Баланы алкогольді өнімдер мен темекі бұйымдарынан зиянды әсерінен қорғау.
баланы ата-анасы, басқа да заңды өкілдері, мемлекеттік органдар, сондай-ақ баланы тәрбиелеу мен оған білім беру функциясын жүзеге асыратын ұйымдар, салауатты өмір салтын және алкогольді өнімдер мен темекі бұйымдарының зиянды екенін насихаттауға міндетті. Баланы алкоголь өнімін, темекіні және темекі бұйымдарын сатуға тыйым салынады. Алкогольді өнімдер мен темекі бұйымдарын өндіруде және сатуда баланың еңбегін пайдалануға тыйым салынады. 127 бап. Ата-ананың немесе басқа да заңды өкілдердің балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамауы. Ата-ананың немесе басқа да заңды өкілдерінің кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеу және оны оқыту жөніндегі міндеттерді орындамауы 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл салуға әкеліп соғады. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданғаннан кейін 1 жыл ішінде қайталанып жасалған әрекет 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 39.640 теңге немесе 15 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. 442 бап. Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғын жайдан тыс жерде болуы. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз сағат 22-ден таңғы 6-ға дейін ойын-сауық мекемелерінде болуы заңды өкілдеріне 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тұрғын жайдан тыс жерден сағат 23:00-ден таңғы сағат 6-ға дейін болуы заңды өкілдеріне ескерту жасауға әкеп соғады. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген әкімшілік жаза қолданғаннан кейін 1 жыл ішінде қайталанған әрекеттер заңды өкілдеріне 15 айлық есептік көрсеткіштерге айыппұл салынуға әкеп соғады. Балдардың енді құқығымен танысқан болатын болсақ, әрине құқықтарымен қоса олардың міндеттері де болады. Баланың құқығы денсаулық сақтау, демалуға, білім алуға, жеке меншік құқығы, жеке бас бостандығы, әркімнің жеке өміріне қол сұғылмау құқығы, отбасындағы өмір сүруі, әлеуметтік қорғалуға құқылы өмір сүру құқығы, яғни бұл баланың құқықтары болып есептеледі. Баланың міндеттері. Әрбір бала Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандығын, ар-ожданы мен қадір-қасиетін, республиканың мемлекеттік нышандарын құрметтеуге, еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға, тарихи және мәдени мұралардың сақталуына, қам-қарекет жасауға, тарихи және мәдениет ескерткіштерін сақтауға, табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарын ұқыпты қарауға. Жоғарыда аталған заңды нормативтік құжаттардың мақсаттары мен міндеттері толық баяндалып жүргізуде жастар арасында тәртіп орнату, тұлғалардың дербес жауапкершілігін арттыру, қылмысты болдырмау жолдарын дамытып, жандандыру, ол сіздер мен біздердің бірлесе отырып, яғни білім беретін мекеме мен ата-ана болып жұмыс жасағанда ғана жүзеге аспақ. Сонда жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтар азайып, балаларымыз құқылы дербес ортада өмір сүрмек. Тағдыр таразысының қалай қарай ауытуы, бесіктің қалай тербелетіне байланысты дегендей, бүгінгі ұрпақ ертеңгі мемлекеттің тұтқасын ұстар бір азамат. Сондықтан да білім алушылар, жастар отанға деген сүйіспеншілік, патриотизм танымының заңдылықтарын игеру тиіс. Осыған орай Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл дүниеде біздің отанымыз бар, ол біздің тәуелсіз Қазақстанымыз. Жастар туған мемлекетіміздің баянды етуге,
қуатын арттыруға, оның игілігіне қызмет етуге парыздар деген екен. Жігері жалын болып жанып, өрлері өрге талпынған бүгінгі белсенді жастар мемлекеттің еңсесіне биік тұрғырының берік қалауының сүбелі үлес қосып жатса, қазақтағы қанның азаматтығы жанында буырқанған бөрі тәңірлі еліміздің рухының мықты екендігінің айғағы емес пе? Мен өзімнің бейне сабағым аяқталды. Назарларыңызға рахмет.